Жек әкесіне өзі ойлап тапқан кішкентай құрылғыны көрсетеді. Радиода батарея болмаса да дыбыс шығып тұр. Энергия желден алынады. Қалақшалар айналып, электр тоғын өндіреді. Әкесі оны қысқаша ғана құттықтайды. Бірақ Жек мұнымен тоқтамайды. Ол егер генератор үлкенірек болса, су сорып, егістікті суаруға және құрғақшылықтан аман қалуға болатынын түсіндіреді. Тек бір мәселе бар. Ол үшін өзінің жалғыз велосипедін бөлшектеу керек. Әкесі үнсіз қалады. Ол бұған титтей де сенбейді. Ол үшін бұл жай ғана баланың ойыншығы. Ашуланған әкесі генераторды сатқа лақтырып жіберіп, Жекке егістікке барып жұмыс істеуді бұйырады. Содан бір күні бәрі астан-кестен болады. Аймаққа сирек кездесетін нөсер жауын құйып өтеді. Әкесі лайдың ішінен бірнеше тұқымды құтқарып қалмақ болады. Бірақ олардың су ағынымен ағып бара жатқанын көреді. Жаңбыр тоқтағанда ең қиын кезең басталады. Бұрын соңды болмаған құрғақшылық ормайды. Жер қақ айырылып, әбден кебеді. Бір тамшы су қалмайды. Егін бірінен соң бірі сола бастайды. Әкесі үмітпен жерді тереңірек қазады. Мүмкін астында су бар шығар деп ойлайды. Бірақ кетпенді ұрған сайын кек шаң шығады. Жер астында ештеңе жоқ. Соңғы азық-түлік қорының алдында әкесі үнсіз ойға батады. Үнемдеу үшін отбасы жүгеріні ұнтақтап ботқа жасап ішеді. Күніне тек бір мезгіл тамақ, артық ештеңе жоқ. Құрғақшылық үдей түседі. Адамдар аштықтан өле бастайды. Басқалар қашып кетеді. Кейбіреулер тіпті Жектің үйін тонап, соңғы қабастықты алып кетеді. Бос қалған қамбаның алдында анасы есеңгіреп қалады. Бақытқа орай мемлекет шұғыл көмек көрсете бастайды. Астық арзан бағамен сатылады. Анасы бар жиған тергенін Жекке береді. Бірақ қойманың алды лық толы халық. Ол ішке кіру үшін алысып жүріп, соңында небәрі 30 еннің азық-түлігімен қайтады. Дәл сол кезде Жек оғаш бір велосипедті байқап қалады. Дөңгелегі айналғанда шамы жанады. Осы кішкентай жарық оған жаңа идея береді. Электр тоғын өндіру, су сору, құрғақшылықты тоқтату бір жола. Бірақ ауылда электр жарығы жоқ. Сондықтан Жек физика курсына жапсады. Бірақ мектеп директоры оны қуып жібергенше ғана оқу ақысы төленбеген. Ауылдың бүкіл ақшасы тамаққа кеткен. Әкесі берілгісі келмейді. Ол темекі компаниясында істейтін досына барады. Ауыл тұрғындары сатқан ағаштарды бастапқы бағасымен қайта сатып алудан үміттенеді. Оның мақсаты егістіктің жойылып кетуіне жол бермеу. Ол жалынады, жалбарынады. Бірақ ешкім көмектеспейді. Керісінше, бұл адал адам мазаққа айналады. Күн ашылып, құрғақшылық ұзаққа созылады. Ал Жек, ол қол қусырып отырмайды. Күн сайын қоқыс полигонына барады. Ол жерді ақтарып ізденеді. Соңында бірнеше ескі батарея тауып алады. Ойына бір идея келеді. Барлық оң полюстерді бірге, барлық керіс полюстерді де бірге қосу. Осылайша қуатты батарея жасау. Оны сорғыға қосып, жер астынан су шығарып, егістікті суару. Бірақ бір мәселе шешілмей қалады. Бұл батареяларды қалай зарядтау керек? Содан Жек мектепке жасырын кіреді. Ол кітаптардан жауап іздейді. Сабақтан соң физика мұғаліміне барады. Одан велосипед шамы қалай электр тоғын өндіретінін сұрайды. Мұғалім ішінде тұрақты ток динамосы болғандықтан деп қысқаша қайырады. Жек толығырақ білгісі келеді. Динамо қандай бөлшектерден? Бұл жолы мұғалім жауабын білмейді. Оған кітапханаға баруға кеңес береді. Бірақ Жек мектептен шығарылып қойған болатын. Тығырыққа тірелген оның бір ғана амалы қалады. Ол мұғалімді оның қарындасымен немесе әпкесімен қарым-қатынасын әшкерелеймін деп қорқытады.